Әлихан Бөкейхандар 1917 жылы ең алғаш бүкіл қазақ құрылтайы жер бетіндегі қазақ болғалы бірінші құрылтай болды. Сол 17 жылы бүкіл қазақ жиылған құрылтайында ең бірінші басты жарғысында жазған болатын. Қазақтың салтын, дәстүрін, тілін сақтап, Европаның мәдениеті мен ғылымын, білімін игеріп, Жапония сияқты мемлекет құрамыз деп. Әлихан Бөкейхан Санкт-Петербургте Орман шаруашылық университетін бітірген кезде 9 тілді білген екен. 9 тілді білген жалғыз студент ғылым доктор атағын алып шыққан. Ондай адамдар саусақпен санарлық сол кезде. Лениннен деңгейі 10 есе артық болған. Сол кезде біреу айтыпты ғой, біздің Әлиханмен де сөйлесетін бір адам бар екен ғой, теңдей салатын деп. Шында Ленин кімнің қасында ергежейлі сияқты болған. Өте керемет сол кездегі. Сұлтанмахмұт Торайғыровтар, кешегі қасында жүрген Мағжандар, бәрі сол Әлиханның қасындағы көмекшілері болған. Олар енді Шәкәрімді ұстаз деп санаған, Абайды ұстаз деп санаған, негізгі Алаштың идеясын іргетасын қалағандар Ахмет Байтұрсын, өздеріңіз Әлихан Бөкейхан, Міржақып, Мағжандар, Мұстафа Шоқайлар. Содан кейін олардың қасында өте көп талантты адамдар болған. Өкінішке қарай баудай қылып қырып тастады. Қырғыздарды да қырмаған 37 жылы, өзбекті де, тәжікті де ешкімді қырмаған, тек қана қазақтардан. Өйткені аналардың деңгейін көрген кезде шошқан. Керемет әлемдік деңгейде. Көз алдыңызға елестетіңізші, сол 17 жылғы Әлихандардың жазған мақалаларын оқып отырған кезде мен сұмдық таңғаламын. Данияда сиырды қалай өсіріп жатыр, Австрияда қойды қалай өсіріп жатыр, жерді қалай бөліп жатыр, егінді қалай егіп жатыр. Мұхтар Әуезовтің 18 жылы Жапонияға барып келгендегі жазған мақаласын оқыған кезде адам сенбейді ана 18 жастағы адам жазғанына. Қандай ядерный керемет адамдар болған. Олар шынымен өмірде тірі болған кезде Қазақстан бүгін Япониядан 10 есе артық ел болушы еді. Өйткені біздің жердің астындағыдай байлық, уран, реткеземелі металл, көмір, алтын, күміс, мұнай, былай бүкіл Менделеев таблицасы бар да. Осынша жерде біз игере алмай жатқанымыз үстіп бетіне шығатын бүкіл қаймақты сылып алды, тобыр қалды. Қалғандар қашты. Қытай, Ауғанстан, Ресейге қашты. Біздің 7 миллион қазақтың 5 миллион қырып жерген. Қазір есімізді енді жинап жатырмыз. Олар да сендер сияқты еттен, сүйектен қарапайым адамдар, бірақ жүректерінде рух, санасында елге, жұртқа қызмет істейін деген ой болған. Әлихан Бөкейхан айтқан, тірі болсам қазаққа қызмет етпей кетпеймін. Соғыс үшін күнеге қамалды, қанша азапты көрді, айтқанда тұрды. Жаңа Міржақып айтады, қалғанша жарты жаңқам мен сенікі пайдалан, керегіңе жара салаш дейді. Осындай сөзді жүректеріңізге кіргізіңіздер әрқайсыларыңыз. Сол кезде сендер қарабасыңның қамы үшін ғана емес, ел үшін жұмыс істейтін азаматқа айналасыңдар. Өзің үшін ғана жұмыс істесең, өз үшін оттаған хайуан болғаның дейді. Адамзаттың қадірі үшін жұмыс істесең, Алланың сүйген құлының бірі боласың. Сондықтан бәрің алашшысыңдар. Ең кереметі алаштың идеясын жүрекке сақтасақ, ауызбен емес қолмен істесек. Сондықтан біз неге алаш көсемдерін сіздерге беріп отырмыз? Олар біздің бүгінгі өмір сүруіміз үшін жанын қиды. Қазақтың границасын делимитация жасау, қазақтың бүгін Қырғыз Қайсақ деген неменені атты Қазақстан деп, қазақ елі деген атты алып берген, біз үшін құрбан болған адамдардың, көсемдердің атын жерге қаратуға сендерде қақыларың жоқ. Сондықтан айтасыздар, мен Мұстафа Шоқайдың атын жоғары ұстаймын. Мен Сұлтанмахмұттың қараңғы қазақ көгіне үрмелеп шығып кім болам? Қараңғылықтың тегіне күн болмағанда кім болам деген. Жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен деген Сұлтанмахмұт. Тәңір қылды дегенді шығарамын сөзімнен. Кінәлі емес Құдайда, күн мен жұлдыз һәм айда, жұмақ күткіш наданның орны тозақ әрқайда. Теңгерер дейін деген сөз тек жұбатқан бір айла дейді. Әлиханның соңынан ермеңдер деген үндеу тарап, бүкіл қазақ даласын таратқан. Бірақ уақытына орай қазақтардың сол кездегі санасы ашық болған, білімге, ғылымға қарай ұмтылған, бірақ сорымызға қарай Әлихандардың басын аударып тастады. Қазір бір тұтас болып тұра отырған қазағымыз, жартымыз үйреншіміз, жартымыз сәләфитпіз, жартымыз сопымыз, жартымыз Хизбут тахриріміз, тағы бірдеңке. Бұрын Арғын, Найман, Олжыз, Кішіз болып бөлінгеніміз, Ағыласы, Бұғыласына бөлінген сияқты баланың ойыншығы болып қалды. Келісесіздер ме? Қазір біріне бірі деген тура бауыздап тастауға дайын қазақтар өсіп келе жатыр. Өйткені кім десең, анау сәләфит, анау тәңіршіл, мынау сопы, мынау Хизбут тахрир, анау Нұршыл, анау Сүлейменшіл,
245 ағымға бөлінді. Сол бөлінген нәрсе біздің Қазақстанға келіп жатыр. Ат төбеліндей қазақты. Қазір бізге ешқандай бөлініп керек жоқ. Күшті болу үшін бірлік керек. Біздің іздеген жолымыз тек қана ғылым. Ғылым, білім. Европаға барыңыздар, көріңіздер. Адами қасиеттер, қандай байлық, денсаулық, адам жасының өмірінің ұзақтығы, біріне бір деген құрмет. Әрине ол жақта наркомания бар, проституция бар, кіндігін ашып жүргендер бар, еркектен еркек үйленіп жатқаны бар. Оның бәрінен біз ада болуымыз керек. Біз қазақтың құндылығын, қазақтың балаға деген құрметін, қызға деген құрметін, анаға деген құрметін, әкеге деген құрметін сақтап қалып, Әлихан айтқандай тағы да айталамын, Европаның ғылым мен білімін меңгеріп, Жапония сияқты мемлекет құру. Біз сол жолға түскен адамдармыз. Сондықтан неге бізге Мұстафа Шоқай, неге бізге Мағжан деп айтып жатыр деген кезде, ар жағындағы бүкіл философиясы осы. Біз бабалар алдындағы қарызымызды өтеу, солардың істей алмай кеткен ісін істеп кету.